Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге роза тәттісінің рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта рецепттерді жіберіп алмасы үшін YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ең алдымен творогымызды өлшеп ыдысқа салып болғаннан кейін қантымызды салып, бөлме температурасында тұрған майымызды қосамыз. Оған бір жұмыртқаны қосып, ванилин сақарымызды қосамыз және де жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін блендердің көмегімен бұны жақсылап езіп алатын боламыз. Ұнымызды жақсылап електен өткізіп, разрыхлителімізді қосамыз. Сосын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды тындыруға бір 10-20 минут көлемінде қойуға болады. Дайын болған қамырымызды 8 бөлікке бөліп, видеодағыдай бөлсеңіздер болады. Рецепттің мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Видеодағы көріп тұрғандарыңызда шиыршықтап алғаннан кейін оны бір-бірден жазып, 2 бөлікке бөліп, видеода көргендей кесіп аласыздар. Сосын роза жасауға кірісуге болады. Дайын болған розаларды 160 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Қызарғанша бетіне сахарная пудра сепсеңіздер болады. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!